Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен бірге радуга салатын жасайтын боламыз. Ойын кеттік. Оның үшін бізге лунский море, краб, яғни айтқанда колбаса, жүгері, помидор, қияр, майонез керек болады. Қиярды жуып, 4 бұрыш етіп турлап аламыз. Барлық затты 4 бұрыш етіп турлап аламыз. Осындай тарелкемізге осылайынан салып шығамыз. Енді помидорымыз турлап алдық 4 бұрыш етіп. Міне мен анет көрсетпедім турлап жатқанды. Енді крабты турлап аламыз. Мен бұл дүкеннен 200 қанша теңгеге алдым. Осылайынан бұнда 4 бұрыш етіп турлап алдық. Үшеуін қойдық. Колбаса мен вареный қолдандым. Сіздер енді копченый қандай қолдан екен білмеймін, мен копченый қолданып көрмедім. Бандуэлла жүгерісін қолдандым. Мен барлық салаттарға бандуэлла қосамын. Міне осылайынан кукурузная хлопья деген қостым. Міне осылайынан майонезді менде шығатын болмағандықтан осындай майонезді осы жерін кесіп тастадым. Кесіп жіңішке етіп шығарып, осылайынан үстіне жағып қойдым. Осылайынан. Сіздер азырақ тұз қосып жіберсеңіздер де болады. Мен қоспадым. Осылайынан 4 тарелкамыз шықты. Өте әдемі, дәмді болып шығады. Осылайынан столдың сәні, көркі болып тұрады. Сіздер де әрине жасап көріңіздер. Сау болыңыздар. Назарыңызға рахмет.